Байзақ ауданы Темекет орта мектебінің директоры Тоқбергенов Қуат Амантайұлы. Бүгінгі сіздерге ұсынғалы отырған жобаның ХЕЯМИ мектептегі үнсіз дағдарысты ерте анықтау және алдын алу жүйесі. Қазіргі мектеп өмірі тұрақты әрі жүйелі көруі мүмкін. Оқу бағдарламалары орындалады, бағалар қойылады, есептер уақытында тапсырылады. Алайда дәл осы көріністің астарында біз жиі байқалмайтын салдары өте ауыр үнсіз дағдарыс қалыптасып келеді. Бұл айтылмаған мазасыздық, жасырын қорқыныш, еленбеген күйзеліс пен көмек сұрауға батылы жетпеген баланың ішкі әлемі. Бүгінгі білім беру жүйесінде оқушының үлгерімі, тәртібі, тест нәтижелері басты көрсеткішке айналғанымен, оның ішкі дауысы, эмоциясы, психологиялық жай-күйі көп жағдайда назардан тыс қалып жатады. Ал дәл осы еленбеген эмоциялар уақыт өте келе оқшаулануға, буллингке, психоэмоционалдық күйзеліске алып келеді. Бүгінгі сіздерге ұсынғалы отырған ХЕЯМИ жобасы мектептегі үнсіз дағдарысты ерте кезеңде анықтап, оқушылардың эмоционалдық жай-күйін алдын алуға бағытталған шараларды қамтиды. Сіздерге жобаны таныстырмас бұрын біз мектебіміздің қазіргі таңдағы ішкі және сыртқы жағдайына талдау жасалынды, яғни мектебіміздің білім беру жүйесінің ішкі даму перспективаларына сот талдау жасалынды. Мектебіміздің күшті жақтары педагогтардың кәсіби тәжірибесінің жеткілікті деңгейде болуының мүмкіндігі, яғни еңбек өтілі 20 жылдан асқан мұғалімдер үлесі бізде 37% құрайды. Екінші, педагогтардың сапалық құрамының өсу динамикасы, яғни өткен жылы сапалық құрам 2%-ға өссе, бұл оқу жылында 3%-ға артып отыр. Оқу үдерісінің тиімді ұйымдастыру нәтижесінде білім сапасы 3%-ға артып отыр. Және адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасының аясында тәрбиенің құндылыққа негізделуі, оқушылардың жетістіктерінің тұрақты өсу динамикасы қалыптасып отыр, яғни 13%-ға көтеріліп отыр. Біздің әлсіз жақтарымыз оқушылардың психологиялық қажеттіліктерін толық қамтуға кадрлық мүмкіндіктің жетіспеуі, иммигрант оқушылардың мектептегі әлеуметтік ортаға және оқу процесіне бейімделуінің төмендігі, сыныптан тыс шаралар мен үйірмелерді ұйымдастыруға қажетті жағдайлардың шекті болуы, әлеуметтік осал топтарға кіретін санаттағы оқушылар үлесінің көп болуы. Мүмкіндіктеріміз әлеуметтік серіктестіктерді тарту мүмкіндігі, оқушылардың азаматтық белсенділігі мен көшбасшылығын арттыру, оқушылардың эмоциялық және психологиялық жағдайын бақылау орнатылған мобильдік құрылғыларды енгізу мүмкіндігі және біліктілікті арттыру курстары мен онлайн оқыту платформалары арқылы педагогтардың кәсіби әлеуетін жүйелі түрде күшейту мүмкіндігі. Қауіп-қатерлеріміз ата-аналардың тұрақсыз табысы салдарынан оқу процесіне жіті көңіл бөлмеуі, көші-қон салдарынан оқушылар контингентінің өсуі, оқушылардың оқу мотивациясының төмендеуі және телефон тәуелділігінің оқу жетістігіне және психикалық саулыққа әсер етуі, және әлеуметтік желідегі қауіптер, кибербуллинг ықтималдылығы. Сонымен қатар, бұл сот талдаумен қатар біз білім беру жүйесінде сыртқы ортаны қамтитын тест талдауды жасалдық, яғни бірінші фактор саяси фактор ретінде ауыл мектептерін қолдауға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың бар болуы, адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасының енгізілуі, тегін оқулықпен, тамақпен және тасымал сияқты әлеуметтік қолдау шараларымен қамтылуы, экономикалық факторға ата-аналардың маусымдық немесе тұрақсыз жұмыспен қамтылуы, яғни біздің ата-аналарымыздың 40% тұрақты жұмыспен қамтылмаған, сонымен қатар басым бөлігі жалдамалы жұмысшылар. Отбасылардың табыс деңгейінің төмендігі, яғни әлеуметтік осалдық, материалдық көмекке тәуелді оқушылар санының көп болуы, мектептің демеушілік және қосымша қаржы тарту мүмкіндігінің шектеулігі. Әлеуметтік факторларды айта кететін болсақ, оқушылардың эмоционалдық әл-ауқатына назардың артуы, қауіпсіз, қолайлы білім беру ортасына деген сұраныс, ата-аналардың мектеп өміріне қатысуының төмен болуы, психоэмоционалдық қолдауға мұқтаж балалардың көптігі. Технологиялық факторларды атап өтетін болсақ, интернет пен техникалық құралдардың шектеулі қолжетімділігі, қашықтан оқыту мүмкіндіктерінің төмендігі, мұғалімдердің цифрлық сауаттылығын арттыру қажеттілігі, сонымен қатар оқу контентін жеңілдетілген қолжетімді форматта ұсыну қажеттілігі. Яғни біз осы мектепке жасалған ішкі және сыртқы талдау, сот талдау мен тест талдаудың нәтижесінде біз мектебімізде 3 басымдықпен және сол 3 басымдықтың аясында 3 проблеманы анықтап отырмыз. Бірінші басымдығымыз педагог кадрлардың кәсіби әлеуетін күшейту, яғни біздегі проблема бұл педагогтардың кәсіби күйзелісі, білім беру талаптарының өзгеруіне бейімделуінің төмендігі. Екінші басымдық психологиялық қауіпсіздік пен әлеуметтік қолдау ортасын күшейту, яғни
оқушылардың психоэмоционалдық күйзелісі үнсіз дағдарыстың дер кезінде анықталмауы. Үшінші басымдығымыз үштік одақ, яғни мектеп ата-ана оқушы жұмысын ары қарай жандандыру, яғни ата-аналармен байланыстың формальды болуы, кері байланыстың әлсіздігі. Енді бүгінгі сіздерге ұсынғалы отырған Хейями жобасын таныстырмас бұрын біз осы проблеманы анықтап, басымдықты шешу барысында әлемдік тәжірибемен өзіміздің отандық тәжірибені зерттеген болатынбыз. Яғни әлемдік тәжірибеге көз салатын болсақ, Финляндия елінде мектептегі буллингтің алдын алу және оны азайту мақсатында Кива бағдарламасы жұмыс жасайды. Яғни Кива бағдарламасы бізде де Назарбаев зияткерлік мектебінде кіргізілген оқу бағдарламасына, сонымен қатар басқа да серіктес мектептерде қазіргі таңда бұл бағдарлама қолға алынып жатыр. Яғни Кива оқушылар арасындағы қорлау мен агрессияны ерте анықтап, бүкіл сынып пен мектеп қауымдастығын тарту арқылы қауіпсіз әрі қолайлы психоәлеуметтік орта қалыптастыруға бағытталған ғылыми негізделген бағдарлама. Сонымен қатар ақш мемлекетінде оқушылардың әлеуметтік және эмоциялық құзыреттерін дамытуға бағытталған СЕЛ бағдарламасы жұмыс жасайды екен. Яғни СЕЛ бағдарламасы оқушылардың өзін-өзін тану, эмоцияны басқару, эмпатия, жауапты шешім қабылдау және тиімді қарым-қатынас дағдыларын жүйелі түрде қалыптастыруға арналған білім беру моделі. Сонымен қатар Жапония мемлекетінде оқушылардың эмоциялық күйін күнделікті бақылау және өзін-өзін реттеуге үйретуге бағытталған эмоциялық термометр әдісі біз таныстық. Яғни эмоциялық термометр оқушының өз эмоциялық жағдайын визуалды түрде белгілеу арқылы ішкі күйін сөзсіз жеткізуге, мұғалімге оқушының психоэмоционалдық жағдайын ерте байқауға мүмкіндік беретін әдіс болып табылады екен. Сонымен қатар жаңа атап өткенімдей біз қазақстандық тәжірибені зерттедік. Яғни еліміздің отандық тәжірибеге көз жүгіртетін болсақ, оқушылардың жасырын психоэмоциялық күйзелістерін ерте анықтау және алдын алуға бағытталған тыныш сынып жобасы қазіргі таңда елімізде жүзеге асырылып жатыр екен. Яғни тыныш сынып жобасы оқушылардың сырттай тыныш, бейтарап мінезінің артында жасырынған күйзеліс, мазасыздық, оқшаулану сияқты психоэмоциялық қиындықтарды дер кезінде анықтауға бағытталған. Жоба мұғалім, психолог пен мектеп қауымдастығы арасында жүйелі бақылау мен қолдау тетіктерін қалыптастырады. Екінші жобамыз жасөспірімдердің өз еркін білдіруіне, пікірін қауіпсіз ортада жеткізуіне мүмкіндік беретін жасөспірім дауысы жобасы. Яғни жасөспірім дауысы жобасы жасөспірімдердің ішкі ойы, сезім мен мәселелерін ашық айтуына жағдай жасап, олардың шешім қабылдау үдерісіне қатысуын арттыруды көздейді. Жоба сенімге негізделген диалог, анонимді кері байланыс және эмоциялық қолдау арқылы оқушының өзіндік құндылығын нығайтуға бағытталған. Яғни бұл жобалардан біздің байқағанымыз үнсіздік әрқашан тыныштық емес, ал естілген дауыс бұл қауіптің алдын алу. Яғни Хейями, яғни мені тыңда жобасы бұл оқушылардың психоэмоционалдық күйзелісі үнсіз дағдарыстың дер кезінде анықталмауы ретінде анықталған проблеманың аясында біз шығып жатқан жоба болып табылады. Хейями жобасының басты мақсаты оқушылар мен педагогтардың психологиялық жай-күйін тұрақты бақылау, кері байланыс жинау және қолдау механизмдерін іске қосу арқылы қауіпсіз әрі сенімді орта қалыптастыру. Біздің жобамыздың миссиясы білім алушылар үшін қолайлы және қауіпсіз орта құру болып табылады. Пайымы мектеп білім беру процесіне қатысушылар үшін жайлы және қауіпсіз сезінетін барлық жағдай жасалған дамытушы ортаға айналады. Біз бұл жобаны 3 кезеңде жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Яғни бұл оқу жылы 25-26 оқу жылы дайындық кезеңі ретінде, келесі жүзеге асыру кезеңі алдағы 26 жылдың қыркүйегінен 27 жылдың желтоқсан аралығында жүзеге асыруды көздеп отырмыз. Және үшінші кезең, қорытынды кезең бұл 28 жылдың қаңтар-мамыр айларында. Яғни бұл жобаның қаншалықты тиімді болғандығын, мектептегі үнсіз дағдарыстың алдын алуға бағытталған жұмыстардың қаншалықты тиімді екендігі осы қорытынды кезеңде нәтижесі шығару арқылы анықталатын болады. Енді біз осы жобаны жүзеге асыру мақсатында қазіргі таңда 3 негізгі перспективалы шешімді сіздердің назарларыңызға ұсынғалы отырмын. Біз бірінші Хейями Telegram
әлеуметтік желісінде хиями чат-бот, яғни анонимді телеграм желісін ашқан болатынбыз. Яғни ол барлық оқушыларға және педагогтарға қолжетімді ортада орналастырған. Екінші эмоциялық термометр, яғни көңіл-күйді күнделікті бақылау шкаласы. Сонымен қатар үшінші шешіміміз психологиялық ахуалды бақылау индикаторлары болып табылады. Яғни хиями жобасы бұл дер кезінде қолдау көрсету, үнсіз қалған сезімдерді есту және дағдарысқа жетпей әрекет ету. Біз бұл жобаны жаңа атап өткендей 3 перспективалы шешім ұсынып отырмыз дедік қой. Яғни соның аясында қазіргі таңда анонимді телеграм чат-бот желісі ашылған. Бұл жерде оқушылар QR-кодты сканерлеу арқылы мектеп оқушыларына арналған сенімді чат, яғни бұнда барлық құпиялық сақталады. Оқушылардың бойында егер мәселелер болса, қорқыныш, уайым, стресс, мұғаліммен болмаса оқушылардың арасында қарым-қатынас, отбасына немесе денсаулығына байланысты, болмаса буллингке байланысты, болмаса жалпы мектеп өмірімен мұғалімдерге қатысты ой-пікірлерін, болмаса мазалап жүрген сұрақтарын қоятын болса, осы телеграм чат-бот арқылы, QR-кодты сканерлеу арқылы қоя алады. Бұл жерде барлық анонимдік құпиялық сақталынған. Бұл жерде мектеп психологымен тікелей байланыс орната алады оқушы. Сонымен қатар біз қазіргі таңда эмоциялық термометрді, яғни оқушылардың таңертеңгі қарсы алу сәтінде мектептің кіреберіс жерінде мектеп психологтары эмоциялық термометрмен оқушыларды қарсы алады. Яғни оқушылар күнделікті өзінің таңертеңгі көңіл-күйін, сол кездегі эмоционалдық жағдайын осы эмоциялық термометрге белгілеу арқылы, яғни көрсетеді, бәрі жақсы, шаршаңқы, қиындық бар деген сияқты. Қазіргі таңда бұл жұмыс өзінің жүйесін тапқан деп айтуымызға болады. Мектебімізде хиями жобасын, яғни мен тыңда жобасын жүзеге асыру нәтижесінде үздік дағдарысты ерте анықтайды, оқушылардың психологиялық қауіпсіздігін арттырамыз, оқу үлгеріміне оң әсер етеді бұл жоба, және 4-ші тәртіп бұзушылықтың алдын алады, 5-ші мұғалімдерге психологиялық қолдау береді, 6-ші ата-анамен серіктестік нығаяды, және 7-ші мектептің жалпы тұрақтылығын арттырады. Хиями, яғни бұл ерте анықтау, дер кезінде қолдау және қауіпсіз орта. Назарларыңызға рахмет.